Сәлеметсіздер ме? Ортта бет нөмірін қоюды үйренетін боламыз. Өзімізге қажетті қағазды жазып болғаннан кейін бет нөмірін қоямыз. Ол үшін вставка, яғни жоғарғы жағында вставка бөлімі бар, соны басамыз. Кейін номер страницы деген болады, соны басамыз. Және көп жағдайда осы бет нөмірі астыңғы бөлігіне қойылып жатады. Внизу страницы дегенді басып, стилін таңдаймыз. Мысалы, номерді қай бөлікке қойғымыз келеді? Оң жағына ма, ортасына ма, сол жағына ма, соны таңдаймыз. Көп жағдайда мысалы ортасына қойылып жатады. Ортасын басамыз. Міне бізде қойылған болатын. Міне, бірінші бет, екінші бет деп қойылды. Бірақ кей жағдайда реферат, курстық жұмыс жазған кезде мына бірінші бет титулка болып саналады. Сонда біз бұл 1 деген цифрды алып тастап, оны екінші беттен бастап салғымыз келеді. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін қайтадан вставка бөлімі, номер страницы және внизу страницы ортасын басып, мына жерге галочка қоямыз. Яғни для первой страницы дегенді галочка басатын болсақ, бізде бірінші, яғни титулка бетінен номер алынып тасталынады. Енді екінші бет, ол 1 деп басталу үшін номер страницы дегенді басамыз, мына жақ бөлігінде, және формат номер страницы деген бар, соны басамыз. Және астыңғы бөлігінде начать с деп тұр, яғни начать с басып, мына жерге 0 деп саламыз. Окей. Енді қарайтын болсақ, міне бірінші бетте жоқ, екінші бет міне 1 деп басталынды. Көріп болғандарыңызға рахмет. Егер пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеода басқа да мен бағдарламаны, яғни Word және Canva сияқты бағдарламаларды үйрететін боламын. Каналға жазылып, лайк басайық.